Салам достар, сендермен бірге мен Блоди. Әдеттегідей бүгін жаңа видео. Бүгін өте керемет, басқа видеолардан өзгеше, кішкене қызық болсын деп осындай бір идея туды, және де осындай видео салмақшы боламын. Яғни бүгін дейтін біз любой бір адам көп жерге барамыз да, розыгрыш ойнатам, яғни 2500 рубльға розыгрыш ойнатам. 2500 жерде жатқан ақша емес, сондықтан да сондай ойнатам. Короче, айтам типа Блоди лучший деп жазыңдар, кім бірінші жазады, соған осы 2500 рубльді берем, там солай қызық болады деген ойдамын. Ендеше видеоны до конца қараңдар, не бір қызықты моменттер болады, сондықтан кеттік. Достар, короче, дейтін біз міне видео бастаймыз. Короче, қазір бірінші мен авторынокқа барам деп ойлатым, яғни сол жақта машина көп сатады, сондықтан адам да көп те жүреді, сондықтан да мен бірінші сол жерде, яғни міне осы жақта жақын, мына жағымен барамыз, әйтпесе ана жерден қазір кіре алмай қаламыз. Короче, сол жақтан барамын да, типа айтам Блоди лучший деп жазыңдар, анамны басында бірінші шақырып алам, адам жинап алам, и потом кім бірінші жібереді, нақты берем. Егер де шулап бәрі жамырап быт-шыт болып кетпесе, нақты алдамай беретін болам. Сондықтан да егер де сендер де осындай нелермен қатысқыларың келсе, Blue серверіне кіріңдер, барлығымыз бірге ойнайтын боламыз, және де барлығымыз осындай қызықты моменттерді, қызықты видеоларды істейтін боламыз. Сондықтан да асығыңдар, тез-тез Blackrush'a кіріңдер де, Blue серверіне кіріңдер, және де Bloody мені көрсеңдер, мен никім Алмас Карапов. Алмас Карапов. Мені көрсеңдер, там бірге жүреміз, кайф, осы қызық болады деп ойлаймын. Короче, достар, мына жерге мен машинамсыз кіре салайын, әйтпесе қазір машинам бәрі сұрайды, қанша теңге, анау мынау сат, анау мынау. Маған пока что машинамды сатпаймын, әбден миллионға жинағаннан кейін бірақ сатам. Қазір сендер үшін, барлығы осы видео үшін ақшамды құртатын болам. Ендеше қазір вход арқылы кіреміз, мына жерде вот адам деген машиналар міне қаптап тұр. Так, мына жерден енді адам жинаймыз. Достар, қазір мен мына жерге айғайлайын деп жатырмын. Так, барлығы есту үшін. Так, не деп жазсам болады? Я ютубер, снимаю видео. Так, видео. И потом короче, мен неге жоқпын орыс тіліне, сондықтан да айып етпеңдер, мен нетіп атсам, қате жазып атсам, айып етпеңдер. Все. Так, мына жерге мен былай тұрамын, и потом адам жинауым керек. Так, я ютубер. Я дейді. Все, жди. Қатысамын дейді. Ебой, бірінші участник табылды. Енді міне. Я буду делать розыгрыш на деньги, идите ко мне. Так, достар, келмей жатыр. Осы екі адам ғана тұрмыз. Бастай береді жан. Стартуем. Қазір жазайын, бастаймыз ба деп, типа. Со мной дейді. Со мной. Так, достар, мыналарды сапқа тұрғызайын деп жатырмын. Ох ты, мыналар кәміскі. Вау, ё-моё, мен прям былай болады деген ойдам. Скажу правила. Лучший тот получит денег. Я зачитаю. Да. Читаю, да. Так. Мынау неге жазып отыр Блоди лучший деп. Так. Бастайым. Бір. Так, 1, 2, 3. Данил первый. Короче, достар, мына жерде Данил бірінші жазып кетті. Данил, ты
Ты получишь денег со мной. Так, бірінші розыгрышта менде Данил ұтты. Данил Бергел. Так, Данилға енді ақша беретін боламын. Пай 2500-ден берейін. Енді нормально. Бұл бірінші розыгрыш. 2500. И так, снова 2500. Поздравляю. Так, менің ақшам бұған келмей қалды ма? Білмеймін. Короче, келді, бірақ ол ақшаны менсінбетіп ақыды. Короче, достар, мыналар өздерімен өздері бөлісіп алды. Не деген. Мына жақта енді мен авториноктағы менің нем бітті. Авториноктағы розыгрышым аяқталды. Соның жеңімпазы Данил атанды. Ол 2500 теңге ұтып алды, және де біреуін қасындағы бір қатысқан участникке табыстады. Не деген керемет. Енді біз келесі розыгрышымызды арзамастың банкінде жалғастыратын боламыз. Қызық болып жатса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетейік. Және де осы 100 подписчикке рахмет. Менің ойым жүзеге асуда, енді банкта да сәтті аяқталса екен. Қатысып отқанына қуанып отырмын, себебі бұлар менің видеомды дамытуға бір үлестерін қосып отыр, 3 адам. Қазір банкта бізде ақша, міне қара бомждар жүр. Банкқа негізі білмеймін, штраф төлеу үшін көбісі келеді, сондықтан да ақшалар минусқа кетеді, и менің розыгрышыма қатысып плюс болады дейсің ғой. Мен оларға жақсылық жасаймын. Короче, мына жерден былай іздей көрейік. Міне, я буду делать розыгрыш на денег, идите ко мне дейм. Осылай жаза берем. Яғни бұл жерде былай деп тұр. Мен қазір розыгрыш жасайым, типа конкурс секілді бір бәле ақшаға мен артымнан жүріңдер дегендей ғой. Короче. Ок. Жди. И стой. Так, мынау бір участник табылды, и қалғандарына жасайым. Мынаған өзі тұрды, молодец, красавчик. Енді мына жерлердегі шақыру керек. Мынау паузада тұр. Паузада тұр екен бұл дейтін. Мынаған қазір келем деп айтып қойын, мына жердегі адамдарға. Что-то банкта адам аз ғой. Обычно келген кезде не болушы еді? Короче, мынау сұрап отыр менен, сколько дейді? 5000 рубль дедім, енді 2500-ден 5000 рубль болады. Верты дейді. Мен түсінбедім. Да, виртуал. Короче, виртуальный ақшама деп мені ойбуынан шұр жерді ғой байғысты. Көзіне қарамайсың ба? Ок. Стартуем. Короче, мына жерде 2 адам. Ща правила скажу. Вы пишите плоди лучший. Кто первый, тот чемпион. Короче, жаздым, типа, жазалғанша жаздым. Мына жерде айттым, типа, кім бірінші блоди 3-ке дейін санаған кезде блоди лучший там сөйтіп жазса, онда соған ақша берем, сол чемпион. Все. Екеуі де готовы, дайынсыңдар ма дегенде ок деді, значит, мен бастай берем. Не понял дейді. Что-то екінші розыгрыш кішкене ұзақтау болып жатыр, егерде іштен пысып кетсе, айып етпеңіздер. Да дейді. Ты готов? Все. 1, 2, 3. Және де кім бірінші жазады?
жазып отыр, походу, Bloody лучший. Во, все. Илья чемпион. Достар, міне екінші розыгрышта бізде короче, Илья деген бір орыс жеңді. Так, оған біз ақшамызды беретін боламыз. А мне дейді, ё-моё, тебя нету. Короче, дейтін біздің бірінші розыгрышта кім еді? Даниил деген біреу жеңді, ал екінші розыгрышта Илья деген жеңді. Енді үшінші розыгрышымызды өткіземіз. Достар, мына жерде адам көп екен, и потом міне осы жерде розыгрыш ойната берейін. Екі адам келді. Стройте. Короче, строимся. Так, тұр, давай тұр, анаған бар. Хорош, екі адам дайын. Ждите. Так, мыналар келе ма? Мыналар шақырбау керек. Осы екеуі келсе тіпті жақсы. Комне. Строимся. Так, мыналарды да сапқа тұрғызып аламыз. Все, шеу тұрна, төртіншісі келмей ма? Стартуем. Короче, бастаймыз ба деп тағы да бағанағыдай дәл солай істей береміз. Да дейді. Ох ты. Ты будешь... Так, мынаны сұрап отыр менен, не болып жатыр, типа сондай. Стройся. Сапқа тұр дей салайық. Bloody лучший. И кто первый, тот чемп. Короче, айтып отырмын, мына жерде тағы да солай үшке дейін санаймын, и потом олар үшке дейін санап болғаннан кейін кім бірінші Bloody лучший деп жазады, соған чемпион болады, соған ақшасын табыстаймыз. Пон. Так, Bloody дейді. Достар, біріншісінде 3 адам қатысты, екіншісінде 2 адам қатысты. Короче, біріншісінде 3 адам, екіншісінде 2 адам, үшіншісінде 4 адам. Короче, көп барлығы да деп жатыр. Считаю. Все. 1. Так, 2 и 3. Так, Глеб жеңді. Глеб чемпион болды. Глебке ақшаны табыстайтын боламыз. 418 2500. Все. Короче, достар, біріншісінде бізде Даниил деген біреу чемпион болды, екіншісінде кім еді? Екіншісінде біреу чемпион болды, бірақ білмеймін. Ал соңғысында бізде Глеб деген бір тағы да орыстар ғана жеңді, қазақтарды көрмедім. Егерде қазақтар болса, енді қазақтар жеңсе күшті болушы еді, бірақ сендер келіңдер, осы блу серверіне келіңдер, сосын розыгрыш ойнатам осындай арзамас банкінде, и потом осындай магазиндердің алдында, и авторынокта ойнататын боламын. Сендер осы жаққа келіңдер. Бізде осымен біздің видео аяқталды. Сендермен бірге болған бұл әдеттегідей Bloody. Мен осындай видеолар түсіріп тұрғандарын қаласаңдар, онда лайкты аямай активті мощный көрсетіп тереміз. Мен бұндай видео түсіруден жалықпаймын. Ақшам не жалко, сендер үшін не жалко. Сендер қатыссаңдар болды. Амандықта жүздескенше сау болыңыздар.